Ер азаматтарды. Әлеуметтік желідегі даулы мәлімдемелермен танылған ақтөбелік емші Бағдагүл бұл жолы оқырмандар алдында ағыл тегіл жылады. Түрмеге жапсаңдар да қорықпаймын деген ол қазір заңгерлермен ақылдасып әлек. Бұған белгілі журналист кәсіпкер Динара Жанықұл тарапынан оның үстіне полицияға арыз түсуі себеп болған. Енді ауыздан шыққан сөзге ие болу керек қой. Қазіргі заманда халық емшісі мен Динара Жанықұл, бұрын енді Сәтжан ғой фамилиясы, арасындағы текетірес күн өткен сайын ушығып баратқаны көрінеді. Белгілі жүргізушіні жеңіл жүрісті деген үшін іс қозғап, дау үлкен конфликтке айналды. Сынықшы Динараның құрбысы Баян Мақсатқызын да аямаған, боқтап ар намысына тиетін сөздерді айтқан. Енді танымал бикештер сынықшының емшілік қызметі заңды ма, түскен табыстан салық төлей ме, ем жүргізуге рұқсаты бар ма екенін құзырлы органдар анықтауын талап етіп отырған көрінеді. Әлеуметтік Баян ханым мен Динара Сатжанға бір құмалақ, бір қарын майды шірітеді дегенде, менің ақтөбелік жерлесім Баян ханым мен Динара Сатжанға Инстаграм әлемінде сол жариялап жатыр. Олардың жекесіне өтіп, Динара Сатжан бәленбай еркекпен жүрген, оның күйеуі қазір қалай арланбайды ол әйелден, ол әйелді қалай алған деген сияқты жекесіне өтіп, қатты ғайбат сөздер айтылып жатыр. Әрине, бұл жерде Баян ханымда Динара Сатжанда қарап қалмайды. Заң алдында өздерінің құқықтарын қорғайды. Енді осы жерде айта кететін жайт, оскорбление мен клеветаның қазақшасын білмейді екенмін. Бұл жерде қылмыстық кодекстің 2 бабы бойынша қылмыстық іс тіркеледі және соңына дейін барады. Өйткені менің жерлесімнің сөздерінде қылмыстың құрамы толық бар. Және де ол бойынша іс сотқа дейін жетіп, сот актісі шығады деген сенімдеміз. Сондықтан Инстаграм әлемінде, ТикТокта әрбір айтқан сөзіңізге, әрбір айтқан комментарийіңізге ие болу керексіз. Баянға алып, үйімнің келген бүкіл расходымды төледім. Осы жемқорлық қазақ елі енді осы мені тексеріп, қарапайым халықты мазалап атқан Динара Сатжан мен Баяннан да есеп алу керек деп ойлаймын. Есепсіз беріліп атқан концерттері орыс тіліндегі Динара Сатжанның. Мені тексерген үкімет оларды да тексерсін. Ондай заңсызға қаншалықты рұқсат бар. Халықтың енді мен сөзін сөйлеймін деп тексеретін ештеңесі жоқ. Аллаға шүкір, мен өте адал адаммын. Құдайға шүкір, қазір мен қымбатшылыққа байланысты біз даже жолымызды жаба алмай жатырмыз. Үкімет оны қарапайым халықтың жағдайы жоқ. Мысалы мен кеше Таразға бардым, 90 мың теңге керісінше өзім қалтамдан шықпай қалды ақшамыз. Бүкіл қымбаттап кеткен жолымыз, барғанымыз өте алмадық. Халықтың жағдайы өте мүшкіл. Халық қазір хал үстінде тұр. Мен қыстан бері даже біз ипаларымызды жаптық уже. Өйткені бізде артық ақша жоқ, оны төлейтін. Қазір осы мен де үкімет енді жауап бересіздер. Менің жауабым дайын. Көрген шығарсыздар тексеріп. Мен де енді бүкіл Қазақстан аяғынан түк тұрғызып, тексеруді жақсы тексереді екенсіздер. Дұрысынан тексеріңіздер. Үкіметтен бастап бізге отчет бер. Халықтың жағдайы жоқ. Халықтың жағдайы мәз емес. Бүкіл мен құсаған бізде уже тоқтатамыз емімізді. Халықты тонамай шығамыз, халықта жағдай жоқ ешқандай. Біз жаңағы менің қасымдағы қыздар, ол ер бала, еңбек компанияларын айналысқан қыздарды шақырамын. Айтамын, кальцийін сат өткен сынықшылы ғой. Сынып қалған адамға мен не беруім керек? Динара Сатжан, сен сауатсыз түрде ондай нәрселерді қозғаудың қажет жоқ. Мен қозғасам, сіздерге сол үшін тиістім. Ана тіл мәселесіне байланысты қоғамды бұзатын іс-әрекеттеріңіз үшін, орыс қолдандырып атсалысқандарыңыз үшін мен қасиетті қыз ретінде, қазақтың азаматшасы ретінде елімді, жерімді сүйгендіктен сіздердің көздеріңізге осындай әңгіме айттым. Мен болмаса сіздерде басқа шаруам жоқ. Бүкіл қазақ үшін, ар намыс үшін мен ашу үстінде айтқан сөзіме жауап беремін. Узкимен к нашим семейным друзьям на юбилей. И вот очаровательная девушка Гаухар сделала мне и мейк, и укладку, и помогла мне надеть мое платье. В общем, Гаухар Сизгельдин Рахмет, спасибо большое. Обычно ко мне приходит визажист и хейр-стилист. Вы в одном лице, да? Можете сами все сделать. Да. Супер. Пляжные локоны и красивый макияж. Спасибо.
Друзья мои, добрый день, как ваши дела? У нас все отлично, у нас sold out и гонка за последними билетами. Все звонят, дайте билеты, продайте билеты, достаньте где хотите, пожалуйста, умоляем. Друзья мои, билетов нет. А для всех тех, кто купил билеты, я хотела бы сказать большое спасибо. И, пожалуйста, не опаздывайте. Ворота стадиона будут открыты с 4 часов. Поэтому, если кто-то там взрослый, не совсем молодой, приходите пораньше, посидите, подождите. Потому что, ну, вы понимаете, да, какое количество людей там будет. Поэтому, чтобы сберечь свои нервы, приходите чуть пораньше. Шоу мы начнем ровно в 7 часов. Я вам обещала прогрев хороший, горячий, шоу. И ровно в 8 начнется основное шоу. Пожалуйста, не пропустите, потому что с самого начала шоу просто вау. Не пропустите, не опаздывайте. Захватите с собой теплые курточки, потому что может быть прохладно вечером. И зонтики на всякий случай. Бағдагүл, айналып қана кетейін. Саған соңғы рет айтайын. Бетің табақтай болып, аруақ ұрсын, аруақтан қорқ деп жазып жатсың ғой. Мен тек саған айтайын, бір нені жаратқан, бір Алладан қорқам. Алланың өзінің көзі түзу болсын, Алла қолдап қорғап жүрсін. Саған айтарым, әрбір қазақтың қызы Динара Сәтжандай, Баян Алагөзовадай бай болсын. Әрбір қазақтың ұлы Тұрсын Алагөзовтей бай болсын. Сен маған жамандық тілесең де, жаман зат айтсаң да, мен саған айтарым, отбасы ошаққасың аман болсын. Балапандарың аман болсын, солардың жамандығын көрме жаным. Әрбір қазақтың ұлы да қызы да бай болса, бізге жақсы емес па? 1 теңгені 2 теңге, 2 теңгені 3 теңге қылам деп жүрген қазақтың қыздары байи берсін. Байи берсін. Ең бастысы қазағым аман болсын.